Бір күні екі теңізші қалыңдық іздеп дүниежүзілік сапарға шығады. Бір ай өтіп, 2 ай өтіп, ақыры кемелері бір аралға келіп тоқтайды. Аралды мекендеген елдің көшбасшысының 2 қызы бар екен. Кіші қызы періштедей сұлу, үлкені қарапайым болатын. Бір күні теңізшілердің біреуі досына: "Өмірлік жарымды тапқан сыңайлымын. Осы жерде қалып, көшбасшының қызына үйленемін" дейді. Расында да көшбасшының кіші қызы сұлу, әрі ибалы, таңдауың жақсы, үйлен дейді досы. "Досым, мені түсінбепсің. Мен көшбасшының үлкен қызын ұнаттым. Ақмақ болма, ол түк те әдемі емес қой. Бұл менің таңдауым." Үйленуден бас тартуға көндіре алмаған досы кемеге мініп, ары қарай сапарын жалғастырады. Аралда қалған жігіт көшбасшымен кездесіп, арманындағы қызға сөз салады. Аралдың дәстүрі бойынша қалың мал ретінде сиыр беру керек екен. Қалыңдықтың көркемдігіне қарай 3, 5, ең көбі 9 сиыр берілетін көрінеді. Теңізші көшбасшыға келіп: "Мәртебелім, сіздің қызыңызға үйленіп, қалың мал ретінде 9 сиыр беремін" дейді. "Иә, кіші қызым ақылды, сұлу, әрі өнерлі. Сондықтан мұндай алтын қыз үшін кем дегенде 9 сиыр әкелуің орынды. Үйленулеріңе келісім бердім" дейді көшбасшы. "Жоқ, мен сіздің кіші қызыңызды емес, үлкен қызыңызды ұнаттым." Көшбасшы жас теңізшіні аяп: "Қыздарымның екеуі де жақсы ғой. Дегенмен мені тыңда, үлкеніме қарағанда кіші қызым әдемірек, соны таңдасаңшы." "Жоқ, мен таңдауым ол емес. Онда үлкен қызым үшін 3 сиыр әкелсең жетеді. Одан артық сұрамаймын." "Жоқ, мәртебелім, қызыңыз үшін 9 сиырдан аз бере алмаймын." Ақыры көшбасшы көніп, теңізші мен үлкен қызын үйлендіреді. Содан бірнеше жыл өтеді. Бір кездері кемесіне мініп кеткен теңізші досын іздеп аралға қайтып келеді. Досына қараса, балалы шағалы болып, бақытты өмір кешуде екен. "Шын бақыттысың ба, бауырым?" "Бақыттыма әлі сене алар емеспін. Өте бақыттымын" дейді досы қуанып. Екі дос сөйлесіп отырғанда ішке сұлу әйел кіріп шай әкеледі. "Бұл менің жарым" деп мақтана таныстырады досы. "Екінші рет үйленгеніңді білмеп едім." "Екінші рет үйленгенім де жоқ. Солай ма? Баяғы сен таңдаған қыз қарапайым, қой аузынан шөп алмас біреу еді ғой. Әдемі болып кетіпті. Сонда осыншама өзгеруіне не себеп болды? Өзінен барып сұрап көр" дейді досы. Әйелі бөлмеге қайта кіргенде теңізші қызара отырып одан: "Ғафу етіңіз. Алғашында сіз қалай десем екен, көріксіз болып көрініп едіңіз. Қазір періштеге бергісіз сұлусыз. Мұның сыры неде?" деп сұрайды. "Күйеуімнің мені шынайы сүйетінін сезгендіктен әр күнім бақытқа толы, бақытты адам қартаюшы ма еді" деп жауап беріпті сонда әйелі. Бұл ғибратты әңгіме бүгінгі жастарымызға сабақ болсын. Менің әңгімемді ұнатқан болсаңыз, каналыма жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.